Ассалаумалейкум достар. Бүгін антиповоротник орнататын боламыз. 14-тің стеклоподъемник кнопкасымен. Бізге оған мынандай екі реле, өзінің 14-тің кнопкасы. Сосын 1-2 метр провод керек болады. Ол үшін проводты мына басына тартып қойдық. Мына жерде қалатын болады, бүйтіп шығарып, мынаның арасын тығып қоюға ыңғайлы. Басуға, сосын бұл жерде 1-7-ге жалғайтын боламыз. Міне бір серый провод, сосын сары. Әркімде әртүрлі болуы мүмкін. Мынау қызылға біз 2-ге масса беретін боламыз. Қалғандар керек емес бізде бұл жерде. Масса беретін боламыз. Реледе біз 30-85 мен 30-85, 30-85-терге біз плюс беретін боламыз. Замок зажиганиядан мынау екі қоңырға жалғайтын боламыз. Кнопкадан келіп атқанға 87-лерді біз выходқа жалғайтын боламыз. Торпедтің астындағы. Мына жерде астындағы несі бар. Астына кетіп отқан каса бар. Бұл касада көк қара полоскасымен ғой. Солған жалғайтын боламыз. Мына екеуін. И плюсті обязательно предохранитель арқылы береміз. Осы міне достар қойдық. Туториал полный видеосы бар, обзоры. Көрсеңіздер болады. Сіреш еріліп басудың қажеті жоқ.